Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін бізде 4-ші сыныптың математикасы 161-ші сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы геометриялық фигуралардың жазбалары. Жаңаны оқып үйрену. Сен кеңестік геометриялық фигуралардың пирамида, цилиндр, конус жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және үлгісін құрастыруды үйренетін боласың. Бірінші тапсырма. Мына ғимараттар қандай геометриялық фигураларды есіне салады? Болашақтың қаласында үйлердің пішіні әртүрлі болады. Бұл болашақ қаласында пирамида тәріздес және шар тәріздес, цилиндр тәріздес ғимараттар салынған. Екінші тапсырма. Жазбаларды қара. Олардан қандай фигуралар жасауға болатынын анықтап көр. Бұл жерде бізге әртүрлі пішіндер берілген және олардан қандай фигура жасауға болады деп тұр екен. Бірінші мынау тыға ұқсас фигурадан біз тік төртбұрышты, параллелепипедті немесе кубты жасасақ болады. Цилиндр жасауға болады, пирамида жасауға болады және конус жасауға болады. Есіңде сақта, пирамиданың табаны көп бұрыш құрайды, ал бүйір жақтары орта төбесі бар үшбұрыштар. Пирамиданың жазбасы табаны болып саналатын көпбұрыш пен үшбұрыш пішінді бүйір жақтарынан тұратын жазба фигура. Осы жерде көріп тұрған болсаңыздар, бізге пирамиданың әрқилы жақтарын көрсетіп қойған. Үшінші тапсырма. Табаны шаршы болатын пирамиданың жазбасын әзірле. Бірінші, қабырғаларының ұзындығы 7 см болатын шаршы сыз. Әр қабырғаның дәл ортасын тап. Әр қабырғаның ортасынан ұзындығы 6 см перпендикуляр кесінді сыз. Суретте көрсетілгендей үшбұрыштар сал. Бір-біріне желімдеу үшін артық орындарды қай жерінен қалдыру керек екенін ойлан. Сызық бойымен бүктеп, дайындаманы қиып ал, пирамиданы ұқыптап желімде. Яғни осы үлгідегідей пирамиданы сызып, міндетті түрде қырқып алып, желімдеп көрсеңіздер болады. Төртінші тапсырма. Теңдеулерді шеш. 60-тан 42 қосу белгісіз сан 60-тан 57 деп берілген. Бұл жерде ең алдымен белгісіз санды табу үшін 60-тан 57-ден азайтып тастаймыз 60-тан 42-ні. Сонда y тең болады 60-тан 15-ке. Енді тексереміз. 60-тан 34 қосу 60-тан 8 және қосу 60-тан 15. Сонда тең болады 60-тан 41 мен 60-тан 16-ға. Екіншісінде 20-дан 18 азайту белгісіз сан және 30-дан 10 деп берілген. X тең 30-дан 18 азайту 30-дан 10 деп алдық. Сонда X тең болады 30-дан 8-ге. Енді 30-дан орнына қоямыз. 30-дан 18-ден азайтамыз 30-дан 8-ді. Сонда тең болады 30-дан 4 пен оның қосындысы 30-дан 6-ға. Бесінші тапсырма. Есепті шығар. Интернет дүкенде 3000 дана ғылыми фантастикалық кітап бар. Дүйсенбі күні 530 кітап, сейсенбіде 120 кітап сатылды. Сәрсенбіде сейсенбіге қарағанда 2 есе артық сатылды. Бейсенбі күні дүйсенбіге қарағанда 100 кітап кем сатылды. Жұма күні дүйсенбіден бейсенбіге дейін сатылған кітап қанша болса, сонша сатылды. Ал жексенбіде тағы да 100 кітап сатылды. Интернет дүкенде ғылыми фантастикалық кітап қалды ма? Неше кітап қалды дейді. Бұл жерде шешу деп алып 120-ны 2-ге көбейттік. Сонда 200 кітап. Бұл сәрсенбі күні сатылған кітап. Осы сәрсенбі күні сатылған кітап және 530-дан 100 кітапты азайтатын болсақ 430. Ал бұл бейсенбі күні сатылған кітап. Енді біз жұма күнгі сатылған кітаптар табу үшін 530-ға 120-ны қостық және оған 240 пен 430-ды қостық. Сонда 1320 кітап жұма күні сатылған. Ал енді біз бір аптада қанша кітап сатылғанын табу үшін 530-ға 120-ны және оған 240-ты оған 430 бен 1320-ға 100-ді қосып алдық. Сонда 2700 кітап. Бұл бір аптада сатылған кітаптар саны. Енді қалған кітапты анықтау үшін осы 3000-нан 2740 кітапты алып тастадық. Сонда 260 кітап қалған екен. Жауабы 260 кітап қалды. Келесі 6-шы тапсырма. Тура теңдік шығу үшін қандай сан қою керек?
Бұл жерде жақша ішінде 4200 қосу 280 және бөлу 70 деп тұр. Яғни бұл жерде біз 600 қосу 400 деп аламыз, сонда тура теңдік шығады. Екінші амал бойынша 20 мыңға 12 мыңды қосамыз және оны 4-ке бөлеміз. Сол кезде бізде тура теңдік шығады. Яғни 20 мыңға 12 мыңды қоссақ бізде 32 мың, оны 4-ке бөлсек 8 мың және 2 мыңды 4-ке көбейтетін болсақ та 8 мың болып тура теңдік болады. Келесі бізде 7-ші тапсырма. Арман, Болат, Санжар және Айбатыр барлығы дос. Олардың біреуі дәрігер, екіншісі журналист, үшіншісі жаттықтырушы және төртіншісі құрылысшы. Журналист Арман мен Айбатыр туралы мақала жазды. Жаттықтырушы мен журналист Болатпен бірге туристік саяхатқа барды. Арман мен Болат дәрігердің қабылдауында болды. Олардың мамандықтарын анықта деген екен. Бұл бізде логикалық есеп, балалар, сол себепті біз осылай анықтап алдық. Арман жаттықтырушы болады, Болат құрылысшы болады, Санжар журналист, ал Айбатыр дәрігер болады. Келесі 8-ші тапсырма. Цилиндр пішінді қалпақ жасап көр. Тиісті өлшеулерді орындап қалпақты жаса деген екен. Яғни бұл жерде біз цилиндрдің қалпағын жасау үшін бізге ең алдымен бастапқы өлшемі 2 сантиметр болатын осындай ақ парақ қажет болады. Немесе кез келген өздеріңіз жасаған келген түстегі парақты. Оның екі шетінен 4 сантиметр орын қалдырып, ортасында 20 сантиметрлік цилиндрдің орны болуы қажет. Осы 4 сантиметр тұрған жерлерді ішіне қарай қайырып, жабыстырып аламыз. Және оған қалпақ жасау үшін біз осы диагоналы бойынша цилиндрді қойып тұрып, жабыстырып алған цилиндрімізді қойып тұрып, қаламмен бастырып алып, соны қырқып алатын боламыз және оларды желіммен желімдейміз. Бұл енді практикалық тапсырма, сол себепті өздеріңіз дайындап көрсеңіздер болады. Келесі бізде 9-ші тапсырма. Берілген фигуралардың қайсысы пирамиданың жазбасы болуы мүмкін дейді. А нұсқасына қарайтын болсақ, бұл жерде 3 үшбұрыш және 1 шаршы берілген, бірақ 4-ші үшбұрышта берілген, ол сәл қалған үшбұрыштардан ұзындау. Демек, А нұсқасы бола алмайды. Ә нұсқасына қарайтын болсақ, 4 үшбұрыш берілген және ортасы шаршы. Яғни осы нұсқа Ә нұсқасы пирамида бола алады. Б нұсқасы, бұл жерде 2 шаршы және 3 үшбұрыш берілген, сол себепті пирамида бола алмайды. В нұсқасы бойынша бұл да пирамида бола алмайды, өйткені бұл жерде 2 шаршы және 2 үшбұрыш қана берілген. Г нұсқасына қарайтын болсақ, бұл жерде бізге үшбұрыштар да және шаршы да берілген, сол себепті Г нұсқасы пирамида бола алады. Және соңғы Д нұсқасы, бұл жерде бізге пирамидаға ұқсас бірдей 4 үшбұрыш және 1 шаршы берілген. Демек, бұл нұсқа да пирамида бола алады. Олай болса, жауабы Ә, Г, Д пирамида жазбалары. Қалғаны дұрыс емес жазбалар. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар. Каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңыз болса жаза кетіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламын.